Қайырлы күн достар. Бүгін біз мемлекеттік ұлттық қорынан балаларға бөлінетін ақшаны 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап алу үшін қалай баланы тіркеуді көрсетеміз. Ол үшін жеке кабинетке кіреміз. Ең астына қарай түсеміз. Сол жақ қапталында сведения о детях деген бар. Соны тауып аламыз. Баланы тіркеу үшін добавить деп басамыз. Баланың иінін тереміз. Поиск деп басамыз. Егер балаңыз тіркелмеген болса, осы жерден шығады. Енді жасыл кнопка добавить деп. Міне жерде бала қосылды. Барлық данныйлары шықты. 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін осылай тіркелген балаларға мемлекет тарапынан жылына шамамен $170 ақша бөлінеді. Бұл ақшаны бала 18 жасқа толғаннан кейін тұрмыс жағдайын жақсартуға немесе оқуын төлеуге шешуге болады. Басқа жағдайларда бұл ақша шешілмейді. Видео ұнаған болса, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет.